бөкейдің 80 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған махаббат туралы айтқан афоризмі. Махаббат, табиғат өзі берген құдіретті сезім сөзін негізге ала отырып, 8-10 сыныптар арасында өткізіліп отырған Қозы Көрпеш баян сұлу сайысымызға қош келдіңіздер. Құрметті жиылған қауым, бүгін біздің мектебімізде дүбірлі той. Ден қойып тыңдаңыздар көңілді қой. Жырдан шашу шашылсын, күй күмбірлеп, қош келдіңіз көрермен сергісін қой. Қозы Көрпеш баян сұлу атты сайысымызға келген көрермендер, армысыздар. Махаббат тақырыбы әдебиетте сонау көне заманнан бері жырланып келеді. Қанша мол жазылып көп шиырланғанымен, махаббаттың сырлы шежіресін ешкімге жазып тауысқан емес. Ал ендеше сайысымызды бастаймыз. Сайыс 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім тегін білген текті елдің ұрпағымыз. Екінші бөлім өнерлі жұп өрге жүзер. Үшінші бөлім дефиле. Төртінші бөлім Оралхан Бөкейдің шығармашылығы мен өмір баянынан сұрақ жауап. Шалқытып мерекеде ән салайық. Өнерпаз өрендерге тамсанайық. Әділдік пен шындықты арқа тұтқан Әділқазы алқалармен танысайық. Әділқазы алқасының төрайымы, директордың оқу жөніндегі орынбасары Бақыт Қожабаевна. Біздің мектебіміздің кітапхана меңгерушісі Таслима Жұмабайқызы. География пәнінің мұғалімі Ақмарал ханым. Сонымен қатар ағылшын тілі мұғалімі Балжан Бауыржанқызы. Орындайтын әні Мархаба Сәбидің ұнайды маған әні. Бірінші бөлімді бастайық. Тегін білген текті елдің ұрпағымыз бөлімі. Барлық сайыскерлерге olan сәттілік тілей отыра, бірінші таныстыру бірлік пен толғанай. Мен едім кешегі Қозы Төлеген, жастайынан салт-дәстүрін елеген. Баласы бәйгеде тоқты жақта, анасы үйде тақым қысып демеген. Атым бірлік жаным өзге өнерге, асыл халқым өнерімді елерме. Толғанаймен бірге түстім сайысқа, Қозы Көрпеш баян десем сенер ме? Қазақ қызы кім екен деп сұрасаңыз, қыз жібек боп, тоғжан боп үн қатамыз. Қазақ қызы кім екен деп сұрасаңыз, топтың алдын баян болып тыңдатамыз. Қазақ қызы кім екен деп сұрасаңыз, толғанаймын мінезі бар қыздарға тән. Әкем аты Бауыржан Асқар тауым, шешем аты Шолпан Болат Қалдан қызы. Ошақты екен кешегі бір атамыз, пана болып біздерге жүз жасаңыз. Қозы менен баяндай болып біз келдік алдарыңызға, көрерменнің ой саламыз талғамына. Өзімізге жеңіс тілеп, сәттілік деп айтамыз қалғанына. Қошеметтеріңіз. Армысыздар, құрбы жолдас достарым, жандарына серік қылған күт жуалым. Қозы Көрпеш баян сұлу сайысына қаншайымымды ертіміне келіп тұрмын. Армысыздар, Әділқазы мүшелері, білгенге жат, білмегенге тармысыздар. Шынайы жүрекке шынайы баға берер, әділеттен жаралған қапсыздар. Таныстырсам өзімді ханзадамын, руым жағалбайлы батырлардың ұрпағымын. Атым бар әкем қойған әлби деп, жеңімпаз болуға тек лайықты жан. Қасында қаншайымым Сайда деген,
сұлулығын табиғаттың алып келген. Қошемет пен дастығын ханшайымды ақ қайыңдай еліп сәлем берген. Армысыздар жиналған көпшіл қауым, биік қойған жанынан қыздың арын. Қыз өсірген қазақтың қайғысы болса, қадал сынға алатын әр қадамын. Армысыздар әділқаза мүшелері, ашықтарға әділ баға беретұғын әділеттен жаралған жамбысыздар. Атым Саида болады сұрасаңыз, шерге шекен кешегі бір атамыз. Әкем аты Жұмабек Асқартауым, пана болып біздерге жүз жасаңыз. Анашым Нұргүл Түленгіт қызы жүзіне төгілетін күннің нұры. Атыңа кір келтірме өсем сенің, мойнымнан түсер мекен перзентшігі. Ұстазым Дәмел апай аяуладан біздерден бар білгені аямаған. Осындай ұстаздардың арқасында көпшіліктің көңілі тоярмаған. Көп айтып ой жайымды не қылайын, одан да өнерімізбен таң қылайық. Кішіге үлгі үлкенге өнеге болып сахнаның төрінде сән құрайық. Тарихымнан оқып алып ұлылық, қоз ғашықтың тани алсан сырынып, ғашықтардың үлгісі қозы баян, сұлулықты жүрміз біздер ұғынып. Өтсе де жыл, өтсе де талай ғасыр, ғашықтықты түсінсен қалай жасыр, қозы баян махаббаттың символы, ғашық болсаң достың сенде солай қосыл. Менің атым Мадияр, бір қазақтың ұлымын, дастандардың төгілген ән жырымын. Менің баян сұлуым ата Айша, топқа түссем серілердің бірімін. Кешегі баяндардың жалғасымын, серігім қозы болса жолдасымын. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, ұлтымыздың сақтай білген бар асылын. Қыз жібек, еңілік, баянмын мен, баба салған тектілікпен ояндым мен. Ақылына көркі сай мамырмын мен, махаббатыма құшақ жай алдым мен. Атым Айша, қазақ қызы мен боламын, әлемнің сұлуларына тең боламын. Жүрегінен нұр, күлкісінен сыр төгілген, өзімнің ғашығыма ем боламын. Армысыздар ардақты асыл халқым, сәлемдесу ежелден ата салтым. 9 жының атынан келіп тұрған Бақтияр Темірман мен Тұрдақ Намиланы қабыл алғын. Армысыздар ұлағатты ұстаздар, бармысыздар жігерлі дос құрбылар. Қарсы басым сәлем бердім бәріне, бас емін сәлем беріп иіле. Өнерімізді көрсетеміз аянбай, әділ қазы әділ болса аянбай. Ортада қол ұстасып біз тұрамыз. Өмірдің шапағатын құрап тұрмыз. Көрсетіп өнерлерді барша жұртқа, емденіп бас жүлдені біз аламыз. Өнерлінің ырысы жарқырап жатыр жолында. Сайыста ән салайық би билейік, өнермен өрге басып кідірмейік. Бұл бөлімде жұптардың өнерлері сыналады. Жұптардың үйлесімділігі сыналып, бірге өнер көрсетуі бағаланады. Қарсы салайық. Мені көтіп айдалада зоры қанда сен, келмейді деп кездесуге қоры қанда сен. Жаңбыр асты жалаң аяқ күтемін дөмен, су астында сүмірейіп тоң қалма сен. Мен де саған көрінбейтін ауа шығармын, менсіз өмір сүремін деп тоң қалма сен. Егіздің сыңары, сезімнің шынары, сенсің өмірдің қайнар бұлағы. Көзіне кетен, көздің нұры күн нұрындай төгіледі екен. Сындарына ғашық болсаң егіз жандардың, біреуінен біреу артық көрінеді екен. Егіз болып жаратылған сендер түгілі, қара таста қақ жарылып бөлінеді екен. Егіздің сыңары, сезімнің шынары, сенсің өмірдің қайнар бұлағы. Қоштасып қазақ кетуге қоймай, кеудемесі
Өзіксін еткен көркем Сағынам сені еркем Өзіңнен жауап күтем. Өзінің қожасына деген махаббатын арнаған Хатика фильмінің саундтрегі біздің орындауымызда. Sen менің үнімдесің, тілімдесің, білесің ғой тілім жаттан бүлінбесін. Sen мені үніңе қос тіліме тұр, үнің өшіп үшкіртіп бүлінбесін. Sen менің алып басымдасың, білесің, ешкімде оны басынбасын. Sen мені өз басымен бірге қорға, мені сұлы ұлғасынбасын. Sen менің миымдасың, білесің ғой миым жатқа бұйырмасын. Sen менің миымды жүрегіне жасырмаңға, елғасың, өмір осылай елғасың. Алдынан тереземнен жүріп өттім, sen мені байқадың ба құдіреттім. Тұрдың ба терезенің ар жағында, сенселіп тұтқан бірден кетті. Seni sövмен мәңгілік көтередім. Қайсы бірден сен не тіледің? Күлбі қақыр артыңнан бірге кетер едім. Алдарыңызда біздің 4-ші жұбымыз Темірлан мен Амила. Нұрболат Абдуллиннің вальс әніне вальспен тамашаласақ. Болайық жақыннан таныс, әмеңгер қалып бірге, ортада билейік вальс, қорқызы секілді бейне, отырсын көңілді күйле, қолымды ұсталып саған, келіңіз шақырам биге. Иығымда қолдарың сені, қолымда нәзік белің, қанеки фотоға түсірші, бақытты сәтімді менің. Қошиысаң қиды сен, өзіңді ұстадым мәлі, ішімден тіледім үнсіз, бітпесе екен дедім. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәзік белің, қанеки фотоға түсірші,
бақытты сәтімді менің иығымда қолдарың сенің қолыңда нәзік белің қанекей фотолық түсің бақытты сәтімді менің Ортада махаббат поэзиясы, махаббат туралы нақыл сөздерге кезек берсек. Адам дүниесіндегі ең ұлы сезім. Оны суреттеу мен сөзбен жеткізу керек. Махаббаттың жолында мен өмірімді келіп қойбан болып, мен сенен күтуге сүйекте болады. Себебі табиғаттың заңдылығы, ал табиғатқа қарсы шығу бұл үлкен қателік. Адамға, құрбыға, мектепке, ұстазға, ғашық жандардың таза, мөлдір, мәңгілік махаббаттары болады. Махаббат жолы әлемдегі ең керемет адамдар, ең керемет жастар болады. Солардың бір топтамасына тоқталсақ, махаббат бір өмірге ұстарлық, махаббат бір-бірімізге сыйлайтын бақыт, махаббат екінші. Тыныштық сақтайық. Махаббат саңырау еститін, соғыр көретін қасиет. Махаббат мәңгілік
Sultan, тынышталайық, Sultan, тынышталайық. Неге менің өмірімнің жолдары қайта саған алып келеді? Мың шақырым арада, жылға қарап жүрміз алыс қалада. Бұл қалада тазылмаған жүр қазір, ал жүрегім мүлдем басқа қалада. Өз өзімді білмейсің қолғағым, сенің жүрек бар ғой сол жаным. Тұнба шілденің ыстығына су-су қолымды жиналып. Хотела брат Шри-Ланка богаман, Коста-Рика, Бора-Бора, Арам. Әлемдегі керемет жерген үшін, сенің шағын қой бұлашын. Қажет емес Рим, Париж, Лондона, Венеция, қызық емес одағы. Римде қаламайды мен сон, жүрегімде өмірсірсің болған. Сен надалыдайсың құлды тұнып, тартатын жасып жүрек қонақ тұрып. Үнсіздікпен қабылдайсың мені ғана, жатқанымда өзіндік сұр ұқтырып. Қалдырған белгіге сай ізіндегі, жалғыз жол жайылдағы өзің белді. Сақталғансың бір нүкте болып қана, қарашықтың қарасың көзіндегі. Сен ғаламның қалмайды таудайсың, сұлулықпен көкекті баурайсың. Қанатсыз қалықтаған көкіра, арманыңмен биіктікті жаулайсың. Кезіп жүрген кеудеңді желдейсің, сан соқтырып самалыңмен тербейсің. Жұтымы шым-шым алып, салқыныңмен жүрегіңнің жан. Мен сізді жақсы көрем, жақсы адамсыз. Шынымен бөлексіз ғой басқанасыз. Жылаған жүректері керім бөлек, шырқаған көңілдерге асқағансыз. Шырағы сөнбеген шын сезімнің, көктем боп көңіліңіз күлсе күлдің. Өшпейтін бір сәуле бар көзіңізде, өзімді соған іңкәр бір сезіндім. Жансыз ғой жылытып ең ғаламыны, адамсыз ғашқыңмен қауаны бұл. Қуана, бір заманда өмір сүріп, жұтқаным үшін сізбен ауаны бір. Осы ғой, жүрегімде сырым барша, серіктеспін, сүйгенімше құмырғанша. Жақсы көріп өтемін сізді ерекше, демім бітіп, жанарым жұмылғанша. Көзіне қарып жылап, күлмедің, білім едің, ертеге түнім едің. Оба хабар, сен әлі түнім едің, мен сені ұтқап, жылы қаным, есі жоқ суық қаным. Суық қаным, жинаған құрып қаным. Шығылған отаным ұқтарым, содан бері мен сені ұтқаным. Оба хабар, сен әлі түнім едің, Енді тілінемін. Ақ періште, алтына жүгінемін. Қолдайды ғашықтардың үмімен. Ол жан үшін барлық байлықса да бар. Сүйген адам сыйлықсыз да сүйеді. Ең әуелі құрмет көрсет арана. Жеребе бойынша толғамай, келіңіздер, 4 сұрақтың біреуін табылсаңыздар. Орындарыңызға жазыңыздар. Екінші жұп келіңіздер. Әлге алыңыздар. Үшінші жұп келіңіздер. Енді Темірлан Амила сіздерге таңдау жоқ. Қайреде мырза, 30 секунд оқушылар. Сіздерге 30 секунд беріледі. Кез келген жауап берсеңіздер болады. Ақылдасып, бірінші талқыламыздар. Оралхан Бөкейдің шығармашылығы және өмір баянынан сұрақ. Әзіл қазақтасы сіздердің сұрақта бар, жауапта бар. Сұраққа толық жауап берілген. Әрине қазақ әдебиеті болғанда тіл тазалығына ерекше бағаланады. Әрине батып аяқталды, рахмет. Кәнеки, тоқынайын сұрақты оқыңызшы. Оралхан Бөкейдің қандай марапаттарға ие және оны атап өтемін. Ал Кәнеки? Оралхан Бөкей 1976 жылы толды менің пьесаларым үшін Қазақстан Республикасының жастар сыйлығының лауреаты болды және 1978 жылы Найзағай ізі повестімен әңгімелер үшін Островский атындағы Куриловка әдеби сыйлығының лауреаты болды. Сонымен қатар 1986 жылы біздің жақтағы Сузақ повестімен әңгімелер үшін Қазақстан Республикасының лауреаты сыйлығын алды. Қош келдіңіз. Бірінші барлық Оралхан Бөкейдің марапаттарын айтқан сияқты, иә? Әлби, Саида, сіздерде қандай сұрақ, үшінші сұрақ? Оралхан Бөкей қандай отбасынан келген ата-анасы Оралханнан қысқаша тоқталсаңыздар. Неге есімін Оралхан деп қойды? Оралхан Бөкей хан үй ішінде тек бір бала болып өмір сүрген. Оның үйінде 5 қыз болған, және де оның ата-аналары, оның мамасы, әкесі оның сол кезде майданға кеткендіктен, оның тез оралу үшін оны Оралхан деп қойған болатын. Яғни бір отбасында бір ұл және 5 қыз ғой, иә? Анасы Күлия және білім бар, иә? Өте ашық кісі болған, сонымен қатар әкесі. Опайларыңызды қоя беріңіздер. Үшінші жұп сіздерде қандай сұрақ? Оралхан Бөкейдің дүниеге келген жылы, жері және қайтыс болған жылы елді мекен. Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шыңғыстау ауылында дүниеге келген болатын. Ал Оралхан Бөкейдің қайтыс болған жылы мен жерін айтатын болсақ, ол 1993 жылы 17 мамыр күні Үндістанда Дели қаласында қайтыс болған. Және денесі Алматы қаласында жерленген.
Оралхан Бөкейдің қандай шығармаларын білесіздер? Атап берсеңіздер. Сонымен қатар қандай тақырыптарды негізге алды? Оралхан Бөкейханұлы қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігі, өнер салты шығармаларында бейнелеп, және де жалпы адам туралы, адамның психологиясы негізге ала отырып, шығармаларын және де туындыларын шығармаларын. Олардың шығармаларын атап өтсек, бұл біздің соңғы 4-ші бөлім болды. Ұпайларыңызды қойсаңыздар. Құрметті көрермен, Ақиқат алқасы, ұпайларыңызды есептесеңіздер. Ұлан, меніңше бүгін керемет таныстырылым, керемет тамаша би, поэзия, тамаша дефиле, бүгінгі біздің сайысымыздың бөлімдері бір керемет көрерменге жақсы әсер берген сияқты. Қалай ойлайсыз? Иә, Дәмелі Төлепханқызы. Бәрі керемет болған сияқты. Оған өзіміз куә болдық. Ендеше мен сөз кезегін мектебіміздің ұлы ұстаздарының бірі Бақыт Қожабаевнаға сөз берейінші. Сіздерге махаббат туралы өзінің бір жылы сезімін, адал болу керек кең ортаға. Құрметті біздің 72-ші мектеп лицейінің шәкірттері, құрметті ұстаздар, міне бүгін тек қана бүгін емес, осы соңғы жылдары басқа мемлекеттердің салт дәстүріне, кейбір бір өздерінің шығарып алған қағидаларына қарамай біздің мемлекетіміз өзіміздің жаңағы дастандарымыз бар, қаншама махаббат туралы жазылған қаншама жырларымыз бар. Соны өнеге үлгі ұстай отырып өзіміздің мемлекетіміздің ғашықтар күнін, қозы көрпеш баян күнін белгілеп алған болатын. Міне жыл сайын осы күні мереке жастардың арасында тойланып жатыр. Енді бүгінгі мереке баршаларымызға құтты болсын дегім келеді. Енді өздеріңіз білесіздер, махаббат деген керемет ұлы сезім, ол махаббат сезімі әрқайсыларыңыздың бойыңызда бар. Сондықтан да бұл сезімді әрқашанда құрметтеу керек. Барлықтарыңыз білесіздер, қаншама жаңа айтып өттім ғой, дастан жырлар бар, жаңағы тарихи жырлар бар. Соның ішінде жаңа балалардың өздері де айтып өтті ғой, мысалы Қыз жібек пен Төлегеннің махаббаты, Қозы көрпеш пен Баян сұлудың махаббаты, Қалқаман мен Мамырдың махаббаты сияқты. Әрине біздің шәкірттеріміз соның барлығын жақсы біледі деп ойлаймын. Өйткені міне осы шаралардың барлығының өтуі осы біздің қазақтың тіліне, әдебиетіне, тарихына аса мән бергеннің нәтижесі деп ойлаймын. Енді сонымен қатар жаңа осы бүгінгі шараны өткізуде Оралхан Бөкейханның жаңағы афоризмі беріліп отыр. Бұл кісінің жаңағы 80 жылдық мерейтойына қатысты жаңа сұрақтарда соған қатысты болып жатыр. Қатысушыларымыз Оралхан Бөкейхан бұл кісі азғантай ғана 50-ге толар толмас ғұмыр кешсе де осы ғұмырында соңында
мәңгі қалатын қаншама жырлар, өлеңдер, шығармалар жазған. Жаңа оны куә болдыңыздар, балаларымыз барлығысын айтып берді. Қатысушыларға өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Болашақ әдебиетке, тарихқа аса көңіл бөлу керек екенін әрмен қарайда ұстаздар уағыздайды деген ниеттемін. Мереке құтты болсын. Қазір төртінші орын біздің медиум басшысының аузынан табыстайды. Оралхан Бөкейдің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған махаббат туралы айтқан афоризмі, махаббат табиғат өзгерген құдіретті сезім сөзін негізге ала отырып, 8-ші 10-шы сындардан өткізілген қозы Көкпеш баян сұлу сайысына қатысқаны үшін 102 ұпаймен Сүпеков Әліби мен Байбуржиева Саида марапатталады. Дәл сондай грамотамен 105 ұпаймен 3-ші орын алған Нұрлек Бірлікбек Темірхан Ғалымовтан марапатталады. Да, я снимала. А нет, она снимала. Дәл сондай грамотамен 110 ұпаймен Бақтияр Темірхан Ғалымовтан Амира марапатталады. Енді құрметті көрермен, 2022-2023 оқу жылының мектебіміздің қозы мен баяны Жексенбинов Мадияр мен Баймағамбет өте тамаша өнер көрсеттіңіздер. Біз өте таңғалып көріп отырдық, өте тамаша кеш болды деп айта аламын. Сіздерге рахмет. Осы өнерлеріңізді көрсетіп, ары қарай да осындай дәмелі дүкеніміздің оқушылары болып деген атқа лайықты болып жүре беріңіздер. Жақсы, рахмет сіздерге.